Сәлеметсіздер ме, Жанға жылу арнасының тыңдармандары. Сіздермен бірге Айгерімнің әңгімелері. Арнамның дамуы үшін лайк басып қолдап кетсеңіздер, менің арнамда тек шынайылық. Ол күн әдеттегідей басталған. Таңғы шай, балалардың у-шуы, қайын үйдегі күнделікті тіршілік. Ештеңе біртүрлі емес сияқты еді. Бірақ түстен кейін енемнің дауысы өзгеріп шыға келді. Алтыным жоқ, деді ол абыржып. Қолы қалтырап сандығын қайта-қайта ақтарып жатыр. Үй ішінің бәрі дүрлігіп кетті. Барлығы іздеп жатыр. Мен де іздеп көмектесуге тырыстым. Бірақ бір сәтте енем маған ұзақ қарап қалды. Сол көзқарастан жүрегім шым ете қалды. Ол ештеңе демеді. Бірақ сол көзбен мені күдікті етіп үлгерді. Кешке қарай үйдегілердің әңгімесі өзгеріп шыға келді. Бүгін біреу сандықтың қасында жүрген жоқ па? Деді енем. Сонда қайын сіңлім. Мама бүгін жеңгемді ломбардтан шығып келе жатқанын көрдім деп қалды. Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Үй ішіне бір суық жел кіргендей болды. Мен не дерімді білмей, мен тек құрбымды кіргізіп кеттім ғой дедім. Бірақ ол сөздерім ешкімге өтпеді. Енемнің көзіне сенім емес, күдік орнығып қалған еді. Мен сол түні ұйықтай алмадым. Жүрегімде ауыр тас жатқандай еді. Менің ломбардқа барғаным қылмыс емес. Құрбым сол жерде жұмыс істейді. Ол маған түскі ас әкелуді сұрады. Мен тек жақсылық жасадым. Бірақ жақсылық кейде жала боп қайтады екен. Үйдегілер менімен бұрынғыдай сөйлеспей кетті. Ізетте жылылық та жоғалды. Сенім жоғалған жерде бәрі жоғалатынын сол кезде түсіндім. Көрші көлем де естіп үлгеріпті. Келіндері ломбардқа барып жүр екен. Енемнің алтынын алып жүрмесін. Сөзді қуып өсек көбейді. Бір курстас келіп айтпақшы, сен бірдеңе сатқалы барған жоқсың ба? Деді. Менің ішім аунап түсті. Себебі ешкім сұрамайтын болды. Барлығы үкім шығарып қойған. Ең ауыр тигені күйеуімнің салқындауы болды. Бірдеңені жасырмай айт, деді ол қатқыл үнмен. Сол сөзден кейін көзіме жас толып кетті. Мен, егер сен де маған сенбесең кім сенеді? Дедім. Ол үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Уақыт өткен сайын бәрі маған қарайтынын ғана білемін. Әр қозғалысым бақылау, әр сөзім күдік. Телефонымды үндемей тексеретіндер де болды. Сөмкемді анда-санда ақтарып қарап қоятындар шықты. Мен өз үйімде қонақ емес, күдікті жан секілді болдым. Бір күні енемнің көршісі келіп қалды. Алтыныңыз былтырғы қыста басқа қорапқа салынбаған ба еді? Деп сұрады. Енем ойланып қалды. Сол кезде сандық қайта тексерілді. Бір ескі дорбаның ішінен алтын табылды. Үнсіздік орнады. Ешкім тіл қатпады. Енем маған жай ғана кешір, қызым деді. Бірақ сол сөз кеш естілді. Жүрегімде із қалған еді. Сенім сынған шыны сияқты. Жабыстырса да сызығы көрініп тұрады. Сол күннен бастап мен адамдарға емес, өзіме сеніп үйрендім. Және ешқашан ішкі тыныштығымды ешкімге таптатпауға уәде бердім.